Барлықтарыңызға бүгін сіздермен мен мини-блог түсірдім. Яғни таңертең көбінесе сағат 7:30 осылай жиналып сабаққа барамын. Көбінесе халатым, керекті заттарымды аламын. Ары қарай мен автобусымды күтіп, өзімнің автобусыма отырып сабаққа қарай жөнелемін. Ол примерно сабақ бізде 8-де басталады. Мынау бізде кафедраға осылай, яғни кіріп, ары қарай біз өзіміздің кабинетімізге барамыз. Мына жерде бізде түзу жүрген кезде актовый зал, кішігірім және мынау оқу бөлмесі. Мынау менің группаластарым, және кабинетті қарасаңыздар, ЭКГ, сондай снимоктар көруге болады. Сағат 3 болды, мен енді ғана шықтым. Сондықтан осылай. Бүгін бізде кезекшілік күні болғандықтан сабақтан соң осындай, яғни кішігірім демалып алып, ары қарай кезекшілікке қарай кеттім. Мынау клиниканың алды. Мына жақта вход. Бірақ біз студенттік входтан кіреміз, гардероб жақтан. Подвалдың өзінде осындай камера болады. Осы камерамен работниктерді қарайды. Мынау бізде подвал. Осы подвалда киімдерімізді ауыстырып аламыз. Осындай ескі жер енді. Қазақстанның больницаларының подвалдары осындай болады екен. Бұл жерде қабылдау бөлімінің күту зонасы. Негізінен бірнеше зоналары бар. Бұл жер кіреберістегі зона, және мына жақта сыртқы зона. Және сары аймақ, қызыл аймақ, жасыл аймақ деп бөліп тастаған. Сары аймақта осында пациенттерді қабылдаймыз. Мынау ординаторский, да, получается, кмес деген программа болады. Осының ішінде біз пациенттердің даныларын жазамыз. Мысалы, пациенттің өзі, жасы деген секілді, анамнез деген секілді барлығын осында жазып шығады. Жалпы осы пациентті қабылдап болғаннан кейін толтырылатын зат. Жалпы ұнап жатыр деп ойлаймын. Сіздерге өте қызықты, негізінен түнгі дежурстволарға түсу деген сияқты заттар. Себебі көп нәрсе үйренуге болады бұл жақта. Дәрігерлермен бірігіп кездеседі. Түнгі уақыттарда біз кішігірім ұйықтап, ары қарай осы қабылдау бөлімінде, яғни күту зонасынан ары қарай шығып кетеміз. Осылайша менің дежурством аяқталды. Кезекшілікте өте көп қызықты сәттер болды. Яғни менің түрімді қарасаңыздар, шағанымды байқауға болады, бірақ біз ары қарай сабаққа баруымыз қажет.